Қайырлы кеш, құрметті көрермендер. Сіздермен бірге Өркен медиа арнасында жаңалықтар қызметі эфирде мен Айдана Жақсылық. Ал бүгінгі ақпарат легінен көретіндеріңіз. Екі адамның өмірі қиылды. Балқаш пен Шашубай кенті арасындағы жолда жантүршігерлік жол апаты тіркелді. Мектепке жол 1 тамыздан бастап дәстүрлі республикалық акция басталады. Қала әкімі Сапар Сатаев шаһарымыздың бұқаралық ақпарат саласында қызмет етіп жүрген тілшілермен кездесті. Жиында қазіргі таңдағы аса маңызды мәселелерге тоқталды. Айтып өту керек, қала әкімінің ұйымдастыруымен өткен баспасөз брифингі шаһарымызда алғаш рет өтіп отыр. Ендігіде бұндай кездесу айына 1 рет ұйымдастырылып отырады. Өздеріңізбен кездесіп, осы қаламыздағы халықты мазалап жүрген сұрақтарға толық жауабын беріп отырады. Оның шешімі қалай болады, ары қарай жұмысты қалай жүргіземіз, жоспары қалай болатын бәрін халыққа жеткізіп отырамыз осы кездесулерде. Сонымен қатар осы тікелей эфирде біздің қала тұрғындарынан келіп түскен сұрақтарға да өздеріңіздің сұрақтармен бірге қатар жауабын айтып, шешімдерін жеткізетін боламыз. Тілшілер тарапынан ең өзекті деген мәселелер көтерілді. Яғни көктемнен бері жиі алынатын ауыз су мәселесі. Еске сала кетейік, көктемде Тоқырау станциясында су сорғысынан ақау шығып, балқаштықтар 4 күнге жуық тіршілік нәрінсіз қалған еді. Суды өшіру өткен сенбіде, одан соң апта басында тағы қайталанды. Алайда оған мердігер ұйымның жоспарлы қазу жұмыстары себеп болған еді. Халықты алаңдатқан тек бір сұрақ. Бұл мәселе қашанға дейін қайталана бермек? Балқаш су мекемесіне қарасты сорғы станциясының жағдайы қандай екенін қала басшысы ашып айтты. Біз бюджет есебінен конкурстың бәрін өткізіп, сондай бір Андрекс фирмасынан сорғы насос алуға жоспарымыз бар, оны аламыз біз. Оның келетін мерзімі 8-10 жұманың ішінде келеді. Онымен уже келісім шартты келісіп жатырмыз. Сосын қазақмыз көмектесіп жатыр, бір насосты меморандум арқылы бір насос сатып алуға. Оны аламыз. Сонда жалпы бізде 4 насос жұмыс істейтін болады уже. Енді өзінің жаңағы анау жер асты сулардың құбырлардың несі бар ғой, насостар көтеретін өзі ана. Ол жерде бізде қазіргі таңда 13 насос жұмыс істеп тұр. Осы жуырда ғана мен интернеттен қарадым, жазып жатыр телеграмда да 2 ғана жұмыс істеп тұр деп. Оның бәрі өтірік мәлімет, шындыққа келмейді. Өйткені қазіргі уақытта 13 жұмыс істеп тұр. Биылғы жылы біз бюджеттен ақша бөліп тағы 3-ін іске қосамыз. Сонда 16 жұмыс істеп тұрады. 16 насос жаңа үлкен ГНС дейміз ғой, ең басты сорғы станция. Сол жерге әкеледі суды, осы жерден ол суды алаттағы резервуарға итеріп апарады, резервуардан қалаға жібереді. Оның ішінде саяғымыз тұр, саяққа да жартылай кетеді су. Қазіргі таңда қалада 125 шақырымға жуық су құбырын ауыстыру жұмыстары жалғасуда. Былтыр 8 шақырым ауыстырылса, биылға 30 шақырым ауыстыру жоспарланып отыр. Ал негізгі басым бөлігі 2024 жылға қалмақ. Қазіргі таңда мемлекеттен тиісті бюджет бөлінді. Қиындықтар көп. Оны шынын айту керек. Көп құбырлар жолдың астында жатыр. Ағыбай Батыр көшесінен алатын болсақ, жолдың астында бірінші асфальт, оның астында бетон. Оның астында тас. Сондай көп өзі проектно-сметный документация дейді ғой, жоспар. Жаңағы нелері, су құбырының жаңағы сызулары жоспар бойынша қарағанда ондай нәрселер көп кірмеген екен. Сонымен кішкене бір сондай бір қиындықтар тудырып жатыр, бірақ онымен қарамастан мердігермен жұмысты жүргізіп жатырмыз. Мердігердің қасына тағы да жеке мердігерлерді қойып, жұмысты қарқынды жүргізуге сондай жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Енді қазір мынау су құбырларын бәрін ауыстырып бітіріп алсақ, содан кейін барып жолдарды салған дұрыс болады деп мен есептеймін. Балқаш қаласы туристік қала болғандықтан көл жағалауын абаттандыру жұмыстары аса маңызды рөл атқарады. Алайда республика бойынша тараған ақпарат құралдарының мәліметіне сәйкес расталмаған ақпараттар алып, қала халқы бір дүрбелеңге салынды. Бұған жауап ретінде қала әкімі ресми түрде нақтыланбаған ақпараттарға сене бермеуді сұрады. Ну, в целом, давайте по набережной мы поговорим. Очень актуальный вопрос, он двигается. Сколько телеканалов приехали эту набережную, снимали. В целом, я хотел бы ответ начать вот с этого. В целом, допустим, набережная, да? Мы видим набережную, это вот то, что вот там лежала брусчатка, да, вот это вот все. Я, да, может быть, и согласен, что эту брусчатку можно было оставить, но в целом ансамбль, как бы он заиграл раньше.
Допустим, сейчас мы говорим о том, что надо было брусчатку оставить, а по проекту у нас набережная сама. Мы должны понять, набережная у нас начинается от хлебзавода, вот это набережная, и заканчивается медколледжем. Вот это расстояние. Вот сейчас вы же местные все. Представляете, это какое расстояние? Вот это все называем мы набережной. Это не то, что вот сейчас там было. Это все будет расширяться вправо и влево полностью. От медколледжа до хлебзавода. Вот это расстояние полностью мы будем проводить реконструкцию и строить набережную. Ну вот теперь получается с двух сторон мы строим другую брусчатку, более современную, более качественную, стиль другой. И здесь посередине оставляем эту брусчатку. Завтра также и скажут, а почему было что тут поменять, допустим? В чем проблема была поменять? Ну и есть вторая сторона медали. Недавно постелили и сейчас снимаем. Но в целом, если город объявлен у нас туристическим, да, кластер, сейчас подписывается у нас комплексный план, именно комплексный план по поручению главы государства, что необходимо в Балхаше построить КОС, необходимо провести реконструкцию аэропорта. Сейчас вот вторая ветка железной дороги строится, реконструкция водопроводных сетей идет, восстановление всех дорог будем проводить. Теперь на Шубартубек и Турангалых водопровод сейчас будем тянуть. Это уже проект мы делаем. Балқаш пен Шашубай кенті арасындағы жолда болған жол-көлік оқиғасы 2 адамның өмірін жалмады. Қайғылы жағдай шілденің 26-сы түнгі 1-лер шамасында болды. Toyota Camry автокөлігін тізгіндеген 32 жастағы ер адам рөлге ие бола алмай, жолдың шетіне шығып кеткен. Нәтижесінде жоғары жылдамдықпен жеткіген көлік саяжайдың қоршауын бұзып, аулаға дейін кіріп кеткен. Оқиға салдарынан көлік жүргізуші оқиға орнында тіл тартпай кетті. Көлікте болған жолаушы 33 жастағы әйел адам бас ми, кеуде қуысы жарақаттары және қабырғаның сынуы сияқты тағы басқа ауыр жарақаттар салдарынан ауруханада көз жұмды. Қазіргі таңда оқиға жол көлік апатының болу себептерін анықтау мақсатында тиісті сараптамалар тағайындалды. Соның қорытындысымен процессуалдық шешім қабылданады. Осы сәтті пайдалана отырып, Балқаш қаласының қонақтары мен тұрғындарын жол жүру ережесін қатаң сақтауға шақырамын. Яғни жол жүру жылдамдығын асырмау, қарсы бағытқа шықпау және мас күйінде көлікті басқармауға шақырамыз. Қалалық полиция бөлімі мамандарының мәліметіне сәйкес, жол көлік оқиғаларының басты себептері жүру жылдамдығын шектен асыру, қарсы бағытқа шығу және адамдарды жаяу жүргіншілер өткелінен өткізбеу. Көлікті алкогольді мас күйінде басқару болып табылады. Көлік жүргізушілер ғана емес, жаяу жүргіншілер де жол жүру ережесін қатаң сақтап, өзінің және өзгенің өміріне жауапты екенін ұмытпауы тиіс дейді тәртіп сақшылары. Мәдениет сарайының артындағы жастар алаңы ендігіде түңгілік уақытта жарқырап тұратын болады. Себебі бұл аумаққа 170-ге жуық жаңа жарық шамдары орнатылмақ. Қазіргі таңда 110-ы орнатылып, 67-сін орнату жұмыстары жалғасуда. Жарық бағаналарын қою жұмыстарына 128 миллион теңге жұмсалды. Жауапты мердігер ұйым Градстрой сервис жауапкершілігі шектеулі серіктестігі болып табылады. Бұл жұмыстың жобасын Дом проекті деген проекттің организация жасаған болатын. Қазіргі күнде бұның негізгі тапсырыс беруші культурный досуг центр Балқаштың тілдер бөлімі дайындаған болатын. Теңге қазіргі күнде жұмыстардың 90% жұмыстар аяқталды. Бүгінде траншеялар қазылып, кабель тартылуда. Жұмыстың аяқталуына аз қалды. Тамыздың басына дейін тәмамдауды жоспарлап отыр. Жобаны бақылауды техникалық қадағалау, Мұзтау жауапкершілігі шектеулі серіктестігі және Балхашэнерго коммуналды мекемесі жүзеге асыратын болады. Балқаш қаласының әкімдігі барлық қала тұрғындарын ашық есік күніне шақырады. Ашық есік күні 31 шілде күні сағат 15:00-де басталады. Балқаштықтар өздерін толғандырған сұрақтармен, өтініштермен, шағым ұсыныстармен қала басшылығына және мемлекеттік органдардың басшыларына жүгіне алады. Жаңалықтардың екінші бөлімнен көретіндеріңіз.
Жағдайы тұрақты. Балқашта бір жасар бала екінші қабаттағы пәтер терезесінен құлап кетті. Жөндеу жұмыстары. Қалалық көп салалы ауруханада жөндеу жұмыстары жалғасуда. 30 шілде дүниежүзілік адам саудасына қарсы күрес күні. Елімізде 29 және 30 шілде аралығында республикалық адам саудасын бірге тоқтатамыз атты ақпараттық науқан жүргізілуде. Осыған орай қалалық полиция бөлімі басшысының бірінші орынбасары Ерғазы Артықбаев тұрғындармен профилактикалық кездесу өткізді. Бұл акцияның басты мақсаты және адам саудасын құрбаны болмау бойынша құқықтық көмек көрсетіліп жатыр. Яғни жұмыс іздеу барысында немесе шетелге барып жұмыс істесе, сонымен қатар мысалы ауыл шаруашылықтарында жұмыс істеп, бұл жерде жаңағындай құрбандыққа түсіп қалмауға, жаңағындай құлдыққа түсіп қалмау бойынша біз құқықтық көмек көрсеттік. Сонымен қатар басқа да сұрақтармен сұхбаттастық адамдармен. Сонымен қатар біздің басты мақсатымыз бұл Балқаш қаласының аумағында орналасқан ауыл шаруашылықтары, крестьянское хозяйство деп аталады. Соларды тексеріп жатырмыз. Яғни адам саудасының құрбандары жоқ екен, немесе құлдықта ұстап жатқан, оның ішінде шетел азаматтары жоқ бойынша жұмыстар жүргізіліп жатыр. Бір қуантарлығы Балқашта адам саудасына қатысты қылмыс тіркелмеген. Кездесуге келіп жүгінген тұрғындардың саны аз болды. Шамамен 10-ға тарта тұрғын келіп кеңес алды. Сонымен қатар науқан аясында ауыл шаруашылық қожалықтарының иелерімен жиын өтті. Айтып өту керек, Балқашта 10 шаруа қожалығы тіркелген. Оның 6-ы Қоңырат шағын ауданында, 2-і әуежай аумағында және тағы 2-і Саяқ кентінде орналасқан. Қала әкімінің орынбасары Темірхан Айдарханов бұқаралық ақпарат саласының өкілдерімен кездесті. Жиында қаланы абаттандыру жұмыстарының барысы талқыланды. Темірхан Айдарханұлы қала бойынша биылғы жылғы жасалған және жасалынып жатқан абаттандыру жұмыстары мен жолдарды орташа жөндеу жұмыстарына тоқталды. Орташа жол жөндеу жұмыстары 8,1 шақырымды, асфальт төсемнің жалпы көлемі 125.687 метр квадратты құрайды. Тастемір жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мердігерлік ұйымымен Ағыбай Батыр көшесінде гранит тастарды ауыстыру жұмыстары жүргізілуде. Қадыржанов көшесінен Қараменде би көшесіне дейінгі аралықта асфальт бетонды жабын төсеу жұмыстары 40%-ға орындалған. Әбуғалиев көшесінде жұмыстардың 50%-ы аяқталған. Қараменде би көшесінен Абай көшесіне дейін асфальт төсеу, гранит тастарды орнату және жарықтандыру тірегін орнату жүргізілді. Язев көшесінен Қараменде би көшесіне дейінгі айналма жол бойынша учаскенің жартысын асфальттау жұмыстарының 70%-ы орындалды. Әлімжанов көшесінде асфальт жабындысын фрезерлеу, 300 метр гранит тастарды ауыстыру және 12 құдық орнату жұмыстары жүргізілді. Жұмыстар 30% орындалды. Островский көшесінде гранит тастарды бөлшектеу және жаяу жүргіншілер тротуарын жайластыру жұмыстарының 20%-ы орындалған. Балдәурен сауықтыру орталығынан Ақтас саяжай қоғамдастығына дейінгі автокөлік жолын орташа жөндеу бойынша жұмыстар толығымен аяқталды. Сейфуллин көшесінің Сәтпаев көшесінен Амангелді көшесіне дейінгі аралықтағы жұмыстардың 95%-ы орындалды. Арарат универсал жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мердігерлік ұйымымен Сәбитова шағын ауданындағы Гүлдер емханасының бойында автокөлік жолын орташа жөндеу жұмыстары толығымен орындалды. Ағыбай Батыр, Қадыржанов көшесінің 10 жақ бөлігі жасалды. Нұрасыл ИК мердігерлік ұйымымен 70 жол белгілері, жаяу жүргіншілер өткелі, тоқта сызық, мүгедектер, жол беру, бір жақты қозғалыстағы жол белгілері орнатылды. 90 шақырым жол жолақтары сызылды. Қаламыз бойынша енді бүгінгі күнге 4 көшенің жөндеу жұмыстары аяқталып қалды. Бұл ата кететін болсақ, Язова көшесі, айналма жолы, Әлімжанова көшесінде жұмыстар жалғасып жатыр, Ағыбай Батыр көшесінде жалғасып жатыр. Бұлардың жұмыс тобының ары қарай созылу себебі, енді қаламыз бойынша өздеріңіз білесіздер, суық судың құбырларын ауыстыру бойынша жұмыстар сонда ұзақ мерзімде жүргізіліп жатыр.
Сондай-ақ Ағыбай Батыр, Уәлиханов, Желтоқсан көшелерінде және орталық аурухана маңында жолдардың шұрық тесіктерін жамау жұмыстары жүргізілуде. Аталған жұмыстар тамыз айының ортасына дейін аяқталмақ. Абаттандыру жұмыстары бойынша Ағыбай Батыр, Қараменде би, Әлімжанов, Мұхамеджанов көшелерінде жұмыстар жалғасуда. Биылғы жылы қала бойынша барлығы 21 аулаға толығымен абаттандыру жұмыстары жүргізілуде. Кешенді түрде 4-5 жылға арналған жөндеу жұмыстарының даму жоспарын құрудамыз дейді қала әкімінің орынбасары. Қоңырат кенті бойынша 6 көшенің ауласын абаттандыру жұмыстары жүргізілуде. Асфальт төселіп, жиектастар салынады. Балалар алаңы жары орнатылып, қоқыс жәшіктері қойылатын болады. Тікелей эфир барысында тұрғындар тарапынан сұрақтар қойылды. Бір тұрғын Абай деген тұрғын сұрақ жазыпты. Пушкина көшесінде жол қашан жасалады деген сұрақпен. Пушкина көшесінде жол қашан жасалады? Пушкина көшесі бойынша біз қазір жана жоғарыда айтып өттім, қала бойынша қазір алдағы 4 жылға осы жолдар бойынша, балалар ойнайтын алаңдар бойынша, фасад жана кровель бойынша план құрып жатырық. Бүгінгі күнде өздеріңізге белгілі, қаламыз бойынша бізде түсініп отыр, көріп отыр, жолдың сын көтермейді, қандай состояние екен. Но тем не менее біз жаңағы берілген ақшаның қаражаттың суммасына қарай жасайтын боламыз. Ол биылғы жыл емес, енді перспектива 2-3 жылдың ішінде қала бойынша толыққанды жолды аяқталу жоспарымызда бар. Бір аулаға кешенді абаттандыру жұмыстарына сметалық құжаттарға сәйкес балалар алаңын есептемегенде әрі көлеміне қарай 17-18 миллионға жөндеу жұмыстары жасалады. Қазіргі таңда Ағыбай Батыр 19-21 үйлер, Сванқұлов көшесі 5-10 үйлер, Абай көшесі 28-30 үйлер, Байсейітова көшесі 7-8 және Желтоқсан көшесі 2-5 үйлер, Бөкейханов көшесі 1, Жидебай Батыр көшесі 2-4-8 үйлердің аулаларына жол жиектері орнатылып, тас төсеніштер салынады. Жол жиектері мен төсеніштерін салу, сондай-ақ ескі асфальт жамылғысын ауыстыру, көше жарықтары мен шағын архитектуралық нысандар орнату жұмыстары Ағыбай Батыр 20-22, Мұхамеджанов шағын ауданы 32-34-35, Әлімжанов 12-12А, Сейфуллин 2-4-4А, Сванқұлов 5 және 10 үйлердің аулаларында жүргізілуде. Биылғы жылы 17 көп қабатты тұрғын үйдің шатыры мен қасбеттерін жөндеу жұмыстарына 598,5 миллион теңге қаражат бөлінген. Бірінші тамыздан бастап дәстүрлі республикалық мектепке жол акциясы басталады. Қалалық білім бөлімі балқаштықтарды игі іс істеуге шақырады. Акция 30 қыркүйекке дейін жалғаспақ. Жаңа оқу жылы қарсаңында көмекке мұқтаж балаларды оқу жабдықтарымен қамтамасыз етуге әсіресе кәсіпкерлер шақырылады. Қосымша ақпарат бойынша білім бөлімінің мамандарына жүгінуге болады. Аталмыш акция елімізде осымен 10 жыл көлемінде өтуде. Балқаштық кәсіпкерлердің үлесі аз емес. Тек кәсіпкерлер мен жалпы тұрғындарды ғана емес, сонымен қатар көмек қажетсінген ата-аналарға да қысылмай біздің бөлімге келіп жүгінуді сұраймыз. Өтініш жазып, қажетті құжаттармен келсе болғаны. Айтып өту керек, білім бөлімі кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімімен бірлесе отырып 12 тамыз күні жәрмеңке ұйымдастырмақ. Мектепке арналған киімнен бастап кеңсе тауарлары мен қажетті құрал жабдықтарды арзан бағада сатып алуға мүмкіндік тумақ. Хочется добавить, что жәрмеңкеге барлық кәсіпкерлер қатыса алады. Тауар ұсынуда бағалардың жоғары болмауын ескеруді меңзеп отырмыз. Барлығына қолжетімді болуын қарастырамыз. Балқаш қаласының көп салалы ауруханасында жаңғырту және ауданаралық аурухана мәртебесіне көшіру жұмыстары жалғасуда. 22 дәрігермен толықтырылып, 100-ден астам медициналық құрал жабдық сатып алу жоспарлануда. Қазіргі таңда операциялық зал, зертхана күрделі жөндеуден өтіп, ғимараттың қасбеті оқшаулануда. Инженерлік коммуникациялар жаңартылуда. Жоба, яғни көп салалы ауданаралық ауруханалар ашу, бұл біздің мемлекетіміздің қабылданған ұлттық бағдарламасы бар, ұлттық жобасы бар. Ал Қарағанды облысында бұл 2 қалалық аурухана соған кірді. Бұл біріншісі Теміртаудың көп салалы ауруханасы, екінші Балқаш қаласының көп салалы ауруханасы. Бұның мақсаты не? Жалпы халқымыздың сапалы да және қолжетімді
медициналық көмекті көрсету, яғни осы жерде жүру керек. Бұл себептен біздің аурухана өте ыңғайлы, себебі жолдың бойында жатыр, Қарағанды облысының оңтүстік бөлігін қамтып жатыр. Операциялық блокпен орталықтандырылған медициналық зертханада 20 жылдан бері күрделі жөндеу жүргізілмеген. Медициналық кабинеттер, әсіресе операциялық бөлімшелер жаңашылдықты талап етеді. Халықаралық заманауи талапқа сәйкес келетін мамандандырылған әрлеу материалдары қолданылады. Ғимараттың қасбеті заманауи жабынмен жабдықталған. Жоғары өнімділік пен ұзақ қызмет мерзімі бар талшықты цемент панельдері аурухананың ұзақ жыл қызмет етуіне кепіл болмақ. Қандай бағыттарды қамтиды? Бұл білесіз, біздің медицинада ең бір қағида бар, бұл алтын сағат деген. Алтын сағат деген, яғни золотой час дейді орысша, яғни жүрек ауруларында, басқа қан тамырларында, жалпы бүкіл ауруларда бірінші көмек алғашқы 2-3 сағатта өткізілу керек. Мысалы, жүрек ауруларында стентирование деген операция бар, соның бәрін 3 сағатқа дейін жасау керек. Сол сияқты инсульт кезінде де операция сол 3 сағатқа жасау, өйткені ол кезде әлі науқасты аман алуға және ауруды кері қайтаруға өте үлкен мүмкіншілік бар. Келесі кезекте тері астылық коронарлық араласу орталығын құру. Ғимараттың бірінші қабатында ангиографиялық қондырғысы бар операциялық бөлме, триаж жүйесіне арналған жаңа қабылдау бөлмелері орналасады. Қазіргі уақытта сол модернизация жасап жатырмыз. Бұл біріншіден операциялық блокты 6-шы этаждағы бір ескі, біраз жыл ремонт көрмеген операциялық блок 6-шы этажда. Кешенді жөндеудің жалпы құны 452 миллион теңгені құрайды. Жұмыстың 70% орындалды. Сондай-ақ жыл басынан бері демеушілер тарапынан, яғни Сарқазына, Аяла қайырымдылық қоры және Халық банкінің қолдауымен 3 заманауи құрал жабдық алынды. Лабораториямыз негізі жабдықтауы өте жақсы, заманауи жабдықтар, бірақ күрделі жұмыс қажет етеміз. Сол жасап жатырмыз. Сонымен қатар сыртын қаптау, себебі қыста өте суық аурухана, сол себептен сыртын қаптатып, тек қана жай қаптату емес, сонымен қатар жылытып жатырмыз. Қабырғасын қалыңдатып, жаңа кеңейтіп жатырмыз. Аурухана зертханалық зерттеулердің түрін және көрсетілетін қызметтердің санын көбейтуде. Бүгінгі таңда 500 миллион теңгеге құрал жабдық алынды. Бұл вертикализаторлар, операциялық үстелдер, операциядан кейін қалпына келтіруге көмектесетін жабдықтар, энцефалография, УДЗ, реабилитация және тағы да басқа. Балқашта бір жасар бала 2-ші қабаттағы пәтер терезесінен құлап кетті. Жазатайым оқиға 26 шілде күні 6-шы шағын аудандағы көп қабатты үйлердің бірінде болған. Бүлдіршін ересектердің қарауынсыз қалған. Салдарынан бас ми жарақатымен қаланың көп салалы ауруханасына жеткізілді. Бұл Балқашта жыл басынан бері орын алған осымен 5-ші жағдай екенін атай кеткен жөн. Вчера поступил ребенок. Кеше ауруханаға бас ми жарақатымен 2022 жылғы бала түсті. Қабылдау бөлімінде травматолог, нейрохирург дәрігерлер қарады. Рентген, ультрадыбыстық, компьютерлік томография зерттеулері жүргізіліп, политравма бөлімшесіне жатқызылды. Қазіргі уақытта баланың жағдайы тұрақты. Ем қабылдауда. Үйіне шығаруға дайындап жатырмыз. Қалалық полиция бөлімінің қызметкерлері тұрғындармен түсіндіру және профилактикалық жұмыстарды күшейтуде. Себебі қалада жыл басынан бері 70 интернет алаяқтық және 24 есірткі қылмысы тіркелген. Есірткі қылмысы бойынша 296 бап аса әрі көлемде сақтау бойынша 2 факт тіркеліп, 297 бап есірткі сату бойынша 4 адам әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Құрамында есірткі заттары бар өсімдіктерді өсірген үшін бір азаматқа қатысты іс қозғалды. Тәртіп сақшыларының мәліметінше есірткі қылмысына қатысы барлардың дені жасөспірімдер. Осы жаңағы именно осы наркотик бойынша мен жеке тоқталайын деген. Біз жыл басынан бері қаншама жұмыс жасап жатырмыз қазір. Қаншама жастар ұсталып жатыр бізде. Осы өзіміздің қарапайым қазақтың балалары ұсталып жатыр. 18 жастағы, 19 жастағы, былтыр ғана біз 18 жастағы баланы задержали мысалы. У него там при задержании мы изъяли, я если не ошибаюсь, 60 грамм мефедрон изъяли. Мефедрон деген естігендеріңіз бар шығар, скорость деп аталады. Это современный вид наркотика.
И былтыр оны сотқа жібердік, ол бала сотталып кетті. 9 жыл мен 10 жылға сотталды былтыр соттың шешімімен. 18 жастағы бала кетті міне. Ол бала қарап тұрсаңыз, жап-жас бала, болашағы бар бала. Енді кетті. Бірақ енді ол біздің жұмыс. Біз енді не можем же там 18 жастағы жас бала екен деп қылмыс жасалды ма, мы обязаны реагировать. Потому что если они там наркотик продают, травить наш город, жас балалардың бәрін травить етсертен масқара ғой, жарты қала наркотикпен айналысатын болса, ертең болашағымыз бұлыңғыр болады ғой. Сондықтан мынау есірткіге қарсы біз қазір көп жұмыс жасап жатырмыз. Енді соны осы жеке арнайы сіздерге мен тоқталып отырмын. Мынау үйдегі балаларыңыз болса, бауырларыңыз болса, туысқандарыңыздың балалары болса, студент балаларыңыз болса, мектепте оқитын балаларыңыз болса, соларға айтып жеткізіңіздер. Өйткені қазіргі көп біздің балаларымыз салатын себебі, осындайға барып жатқан себебі ата-аналар жағынан қадағалау болмағандықтан. Мен сіздерге мен оны могу авторитетно заявлять, потому что лично я вот сам анализ делаю. Мен жасап жатқан қылмыстардың бәрін анализ жасап отырмын, талдау. Неге ол ондайға барды? Жаңағы барып жатқан себептері неполный семьядан, біреуінің әкесі жоқ, біреуінің шешесі жоқ. Даже біреуінің әкесі шешесі бар, бірақ бәрі по-разному там. Әкесі шешесі қарамаған, бала өз-өзімен, әке-шеше өз-өзімен. Енді қазір қоғамда үйге келеді, біздің енді өзі шын ғой, рас қой, мойындау керек. Мен енді 3 баланың әкесімін, үйге келеді, соткамен отырады, анау өзі соткасымен отырады, шын ғой, мойындау керек. 21 ғасырдың болезні болып тұр ғой, сотовый телефон. Кішкене болсын, балаларыңыздың қандай сайтқа кіріп жатыр, қазір жас кезінен байқау керек. Потому что жаңағы көбінесе жастар осы наркотикпен увлекать етіліп жатқандар. Не сайтқа кіріп жатыр, кіммен араласып жүр, қарау керек. Жақында ғана мы задержали вот бір жігіт жас баланы. Задержали вместе с ним еще қыз баланы задержали. Жүріп жүрген қызды зачем на наркотикқа? Сейчас особо тяжкие преступления возбудили, 297 статья. Есірткі заттарын тасымалдау. Онымен қазір группалист қалай сақтасын, қазір олар сотталады. Әке-шешесі келіп отыр кеше жылап. Надо интерес болу керек қой. Адам, чтобы стабильно зарабатывать деньги, он должен где-то работать, правильно же? Заводта жұмыс істеу керек, курьером должен работать где-то мысалы. А ол енді жұмыс істемейтін бала қайдан алады ақшаны? А он, оказывается, не істеген. А он эти 2 года занимался распространением наркотика. Бүгінде интернет алаяқтық қылмысы өршіп тұр. Интернет әккілерін жолын кесу мақсатында балқаштық полицейлер бұқаралық ақпарат құралдарымен бірлесе тұрақты түрде профилактикалық материалдар шығаруда. Тұрғындарға алаяқтардың жиі қолданатын әдіс тәсілдері туралы үнемі ақпараттық парақшалар таратып отырады. Алайда оған қарамастан алданғандар саны күн санап артып келеді. Сондағы уақытта егер болашақта сіздерге осы телефонға звондаса, банк қызметкері болып, немесе банктың служба безопасности бар ғой, сол звондаған жағдайда, немесе полиция қызметкері болып, немесе басқа да правоохранительный органның қызметкері болып звондаса, банк именно жаңағы кредит бойынша, жаңағы депозиттегі ақшаңызды алып алайын деп тұр деп мысалы алдаса, сондай уақытта енді осындай әңгімеде болса әңгіме, ондай уақытта бірден саспай телефон тұтқасын тастау керек. И егер міне әрі қарай білмесеңіздер қалай не істеу керек екен, 102 деген номерге звондайсыздар, любой уақытта міне 102-ге хабарласасыз, 24 сағатта бізде дежурныйлар отырады. Жаңағы алаяқ сізге звондайды, осылай қазір сіздің ана счетыңыздағы ақшаны алайын деп жатыр, ана депозиттегі ақшаңызды алайын деп жатыр, қазір сізге срочно надо зеркальный счет ашу керек. Сондықтан зеркальный счетқа ақшаңызды жібереміз да сақтап қоямыз, сосын өзіңізге банктан снимать етесіз деп алдайды сізге. Сол үшін қазір ана AnyDesk приложениесін скачивать ету керек дейді. Сөйтіп жаңа AnyDeskті когда скачиваете, приложение AnyDesk, вот запомните, AnyDesk, Росдеск и T-Mobile. Вот когда осы приложение скачиваете, все, уже тот мошенник, который вам звонил, алаяқ, дистанционно будете иметь доступ к вашему телефону. То есть ара қашықтықта ол жаңағы Россияда ма, Украинада ма білмейміз ғой қай жерде екенін. Сол жерде тұрып дистанционно уже сіздің жаңағы депозиттегі ақшаңызды, счетта жатқан ақшаңызды бәрі снимать етеді автоматически, сіздің рұқсатыңызсыз, без этого контакта. И могут даже на вас кредит оформить. Гуглға кіріп, прям қараңыздар, осындай магазин бар ма ол? Основной у нас же большие магазины расположены неде, Алматыда, Астанада, біліп қараңыздар интернетте. Сосын кейін жаңағыдай өзінің телефоны болса, звондап біліңіздер, комментарий оқыңыздар, ондай магазин бар ма, жоқ па? Өйткені алаяқтар жаңа өтірік магазин ашылады да, товардың суретін қойып қояды да, сөйтіп алдайды халықты. Түсіндіңіздер ғой? Сондықтан осындай моментте ертең сақ болуларыңызды сұраймыз. Салқын қалыңыздар осындай кезде. Раскрутка денег деген криптовалюта, биржа дейді. Инстаграмда көрсеңіздер, анау бір стандартный видео бар, Қазмұнайгазын көрген адамдар бар шығар. Даже біздің президент қойып қойған ішіне Тоқаевты сөйлеп жатады, и сөзін голосовой несін аударып қойған, басқа не салып қойғанда сөйтіп адамдар көреді, анау нені государственный адамды көрген кезде нетеді ғой, адам сенеді ғой, и соған жаңағы биржаға ақша салып, бізде осындай 6 факт бар бүгінгі күнде.
жаңағы миллиондап 2 миллиондап ақша салған, ақшаны саласың, типа осындай уақытта ақшаң өседі, короче 2-3 миллиондап қайтады. Енді көбінесе пенсионный возрасттағы осы зейнет жасындағы адамдарға звондайды. Бізде қазір 3 потерпевший пенсионер жаңағы соларға звондап, мені туған-туысқаным звондаған ғой, жаңағы бабушкаға, осы Дамашқаға звондаған, бабушканың жаңағы атын бәрін біліп алған, сосын звондаған, осы сіздің немереңіз бар ма деп. Иә бар, аты кім еді, осындай, иә міне қазір ДТП-ға түсіп жатыр ана жерде. Мына жерде келе жатып пешеходта адамды қағып кетті деп ше. Анау адам қазір очень тяжелый, но там потерпевший хотят на месте раскидать деп ше. Ақшаны осындай суммаға келісіп тұр, и анау сотрудниктерге тоже беру керек, там миллиондап деп. Содан біздің бір бабушка бар, 6 миллион беріп жіберген. Сосын айтқан, ойбай деп, сосын жаңағы анау адам мошенник сөйлеседі осы телефонмен Дамашқадан. И сосын ар жағынан анау қыздың дауысын келтіреді, жаңағы внуктың дауысын ше. Бабушка, вот я там аяғын жаралап алдым, срочно ақшаны жібересің, надо там на месте раскидать деп. Ана енді шоковом состоянии, үлкен кісі, дауысты енді разрешать ете алмайды ондай кезде. Алғанда сенген, и все, қазір мен давай ақша бар, үйде пенсия жинап қойған ақша бар, и не келеді жаңағы курьер келеді, таксист. Ол ақшаны нені алып кетеді жаңағы нені, ақшаны. Мы курьера установили, задержали его, этого курьера отработали, он тоже не при делах, то есть его тоже оған да звондаған, жаңағы мошенник басқа қалада отырып. Короче, андай неге барасың, надо сумкада не береді затты, аласың, осындай жерге салып жібересің деп. Көрдіңіз, дистанционно работает они. Тәртіп сақшылары тұрғындарға мұқият болу керектігін айтудан жалыққан емес, әсіресе интернет арқылы қандай да болмасын қаржылық операцияларды жүзеге асырудан бас тартуды сұрайды. Қымбатты көрермен, бүгінгі жаңалықтар легі осындай болды. Біз өздеріңізбен келесі аптаға дейін қоштасамыз. Жағымды жаңалықтармен жолыққанша аман сау болыңыздар.